халық өзі ашылып жатқан халық алайын деп отыр ғой, енді ана үйді тұрғызса одан сайын ашылады деп ойлаймын енді халық. Бұл біз бірінші халықтың жағдайын ойлау керекпіз. Барған кезде терезелерден шейін мынандай оны хотя уже халыққа берейін деп отыр мысалға да, мысалы беру керек, бірақ үй дайын емес та, олар дайын мысалға жаңағы дайын сатып тұр. бірақ негізі олар сатылып уже халыққа беріп тастау керек қой негізі, ол дайын, потому что ол халық ол жерде 2000-3000 адам мысалы күтіп отыр, ана жақта жетпіс-ақ па сондай адамға берейін деп отыр мысалға, оны уже беріп тастау керек, бірақ бере алмай отыр да, потому что жаңағы моменттер бар істейтін, хотя ол алған кезде уже дайын болу керек. Мынандай шелдер тұр тесіктерінде, ана шелден ызғар өліп тұр ғой, сосын сулар ақтан оны барып проверка yapқан кезде тағы да енді ақтаған ғой енді бүйтсе, бірақ ана ыс дейді ғой, үйдің 80-ші жылғы үй болғасын сарылар шығып жатыр да, үйдің қайтып ыстары шығып кеткен. Жаңағы бір кірген кезде енді бұрын общежитие болғасын ба, жағалады енді поддержкамен істеген ғой, мынандай қылып бөлген пристав. Ана тұрған кезде білмеймін, ана жағында шлифовать етіп қайтып текстурдің өзіне енді бәленбай миллион керек шығар адам қалып, бірақ осал қалып қой, онша арендасының тойсы барған. Сосын туалетке есік қондырған, иә мысалы енді есіктердің касеттері басқа есік, жаңағы іші басқа, сосын туалетке есік қондырып қойған, стеклянный болады мысалы, туалеттер стеклянный есік тұр мысалы, андай бір туалетке қондырылмайтын есіктер болады, сондай. Сосын жаңағы енді душевой деп ванна болу керек деп, андай чаш қойып кеткен ғой, чашты жағаларын мысалы кафель демеген да, мысалы су шашырса жағардан ағып кеткен мүмкін чашка, мынандай кішкентай мынандай чашка тұр. Сосын енді моменттер көп қой, сосын жаңағы плинтус болу керек, үйдің межкомнатный есік болу керек, ондай мысалы бұл жоқ, тек қана жаңағы кухняға керек, мысалы залға керек, ол есігі жоқ, ондай. Енді білмеймін енді ана өзі ашылып жатқан халық андай үй көрсе енді өзіңнен бүйтіп ауырлау болды, үйді көрген кезде халыққа беретін емес деп соны шешіп шығардық біз.